Апай қашан келдің ya? Аянат, сабақ жаздың ба бүгін? Бүгінгі тақырыпты. Сәлеметсіңдер ме балалар? Саламатсыз ба, апай? Бүгін үй тапсырмасын жаздыңдар ма? Бүгін сабақта кім бар, кім жоқ? Бұл жақта аяулым бар ма? Аянат бар, апай. Сабақта бүгін Аянат бар. Кәмшат бар ма? Иә, Кәмшат бар. Аяулым бар ма? Апай, Кәмшат мен ғой, мен апай, мен. Аяулым бар ма? Аяулым апай папасының қасында ұйықтап жатыр еді таңертең. Аяулым жоқ, келген жоқ сабаққа. Жақсы кешірерсіз. Аяулым сол келген сабаққа үнемі ол сабақтан еще кеш қалады, келсе келмейді. Соған егі қойып бермесем. Апай, сосын деген бар ғой, біздің сыныпта Айгерім бар ғой, сол деген дарын мектепке көшіп кетті қалаға. Білесіңіз ба соны? Сол Айгерімді сыз тастай беріңіз журналдан, жақсы ма? Оны білем. Ол бізге жарамайды. Ол деген бізге жарамайды. Ол деген мені ұнатпайды екен. Сол үшін мен оны айттым. Ұнатпайды мамасына. Сосын мамасы дарынға көшіп жүрген. Апай, сіз ба бәрін білдіріп жүрген, апай? Сіз ба сол көшіріп жүрген? Дарын ол ма ұнамайды екен. Ол деген өзі тест тапсырып сөйтіп түсті ғой дарынға. Үлкен жоғары ұпай алды. Ол маған ұнамайды екен. Сосын барып, апай көшіп жатырмын деді. Сосын тест тапсырып істеді. Сосын мамасы бізге айтты ғой, көшіріп жатыр. Жақсы, апай, оны қоя бір, сабақты бастайықшы, апай. Журналда. Бастап берсең болды екен де. Так, үй тапсырмасын жаздыңдар ма балалар? Иә, апай, жаздық. Аянат, жаздың ба, Аянат? Тез жаз, әке маған бер, жазып берейін, маған бер, тез. Қыз, не қандай мезгіл, қазір күз келді. Жатыр, артына қарап тұрғанда жазып алайық. Күз келді. Құстар жылы жаққа кетті. Болды, мынаны жаздым деп айт, жақсы ма? Балалар, сынып жұмысын жазбай қоямыз. Бүгін біз ерте қайтамыз. Бүгін менде бір шаруалармен бір жаққа кетемін. Сосын тез үлгеріп жазайық. Апаймен жазып қойын. Үй тапсырмасын кім орындарды маған әкеліңдер дәптерлерін. Қасқа мен өзім жазып алып. Бар сен апара берсен, сәл апарып тексерген жеріне жазып алам тез. Қане, апай қосып кетірейінші. Күз келді. Мен кішкене ауыстырайын да. Қазір мен сегодня оқылайын. Қыс жақындады дей қайыншы. Жақындады. Болды. Сендер күнге. Апай, мені. Дұрыс. Апай, мен де орындап келдім, апай. Мен де оқи салыңыз, апай. Апай, дұрыс па? Сендер күніге бантик тақып келмейсіңдер. Бантик алып келмейсіңдер. Ой, апай, рахмет, сау болыңызшы. Мен мамам айлығы деген түспей жатыр. Папам айлығы түсті да, бірақ деген оған 10 алып қойдық. Бантикке ақша жеткізе алмай жатырмыз. Келесі айда алып берем деп еді. Апай, рахмет. Сізге Алла разы болсын. Аянат. Ла-ла-ла. Маған үлкен бантик берді, сенге кішкентай. Кімге қызыл бантик? Апай, маған неге кішкентай бантик бересіз? Айтпасын. Сенде 2 бантик болады. Сен кім? Кәмшат, сен деген курсқа қатысасың деп ойлаймын. Соған Аянат қызыл бантик тағады. Ал сен сол бантик таға бересің. Жарайды, апай. Үлкен ғой, менікі таға берем мен. Маған бәрі бір. Үлкенсің ғой. Рахмет, апай. Бүгін қазақ тілде не бердім? Соларды жазайық. Так. Бүгін біз о дыбысын өтеміз.
әрбір со қандай сөздер бар екенін жазайық. Апай, о дыбысынан келетін қандай сөздер бар екенін ба? Қандай сөз бар? Бірінші кімші айтайыншы. О. Орындық. Апай, орындық. Так, мына жазайық. Енді Аянат сен айт. Орыс. Дұрыс. Озат, апай, озат. Озат. Апай, O-Z-A-T болады, апай. Енді өздерің тақтаға шығып жазасын, шығыңдар. Айтып отыратын, мен кезекшімін бар, сендер кезекшімдер бар. Бірінші Камшат бар, шық. Мен шығайын, апай, мен шығайын, шық. Барам, Жаз. Қайсын жазам, апай. Одан келетін сөз жаз. Озат деп жаз. Ей, айтпа. Басқа сөз жаз. Басқа сөз, не жаз? Басқа сөз жаз. Озат. З. Міне мынандай болады З деп. Апай қандай? Арас. Т жаз, Т. Қандай? Енді бүгін бірінші класс өтіп отыр қой енді. Сол үшін. Әкеме жазып берейін. Өзі біледі екен ғой, бәсе. Үлкенді жазып қойдым ғой сен. Жақсы, осы. Апай, мен де жаза салайын енді. Бар, отыр орныңа. Апай, сіз деген мынандай араларын үтір қоюыңыз керек қой, былай. Мал. Енді өзіңіз бір сөз жазыңыз. Нүкте қойып тастаңыз сосын, да? Сема, үйретесің ба, бар, отыр орныңа. Жақсы, апай. Дұрыс. Естеп тұрсын, қазірға түс. Апай, десеңізші, ендігіде айта алмайды. Столдың үстіне мініп алған не Аянат? Болмайды ондай. Мынаны кім жазды? Мен. Аянат, бантигін шешіп тастапсың ғой. Тез тағып ал басыңа, қазір ұрсады апай болмаса. Менде тағым ғой қазір. Тағып алса енді. Аянат, қолыңа не болған мына жерге? Құлап қалыпсың ғой, да, жаман қалыпсың да. Сыбырламаймыз. Жақсы апай, Үшәден кешіріңіз. отырқанда екі адам сыбырлау болмайды. Ойбай, қасқа, ана Мұның күшті ғой. тілін бір тілі жазып. Тілші дегенде бәрін біледі да. Сендер дәптер, мына дәптерлер. Апай, апай менікінде бересіз ба? Апай, дәптерін үйде ұмытып кеттім да. Сосын Аянаттан бір парақ сұрап алдым. Бір, екі. Короче, жол тастамай жазан еді. Мен ручкамды Мынаны не үшін жазбағансыңдар? Жазап, апай өзіңіз дәптерді енді беріп жатсыңыз ғой. Енді жаза аламыз қазір. Апай, ана қара жазамыз ба? Жазып Жазып алыңдар. Сосын барып баспаша жазбаша. Апай, сізге қоңыршықтығы бар беріңізші. Шумамай отырыңдар, балалар. Қазір кезекшімін барып келем тезес. Есікті ашып қоям. Жақсы. Аянат, шуламайық, есікті ашып кетті, Аянат. Қайда барасың, Аянат? Апай, қорықта. Қайда қорықтасың? Аянат, не істеп жатсың, Аянат? Аянат, тез орныңа отыршеш, Аянат. Қазір деген есік ашық тұр, қазір ұрсады апай. 2 қойып тастайды, 90-ға 2-ге шығасың, Аянат. Өтпей қалды. Өтпей қалды, апай қорықпайды екен. Отыр орныңа. Отыр. Апай жазбай шығып.
Апай қорықпай қалдыңыз ғой апай. Тыныш жазып отырыңдар бар орныңа отырып жаз. Апай мен білмейді. Апай есік жауып жібересіңіз ба? Ана жақта аяулым келіп қалады қазір болмаса біздің сыныпқа. Келе жатыр уже. Жауып тастаңызшы, аяулым келсе қазір сабақ өте алмаймыз. Онда бір әріптер жазшы. На, үйрет. Иә, жаз барлығын көшіріп жазылады. Мен уже жазып болдым барлығын. Тыныш. Я. Сабақта отырмын, жұмыста отырмын, жұмыста. Қазір 5 минуттан кейін, 10 минуттан кейін барам, 15 минуттан кейін. 5 минут, 10 минут, 15 минут қайсысында барады екен, е? Мизат? Аха, жақсы болды. Апай бізге телефон ұстама дейсіз, өзің ұстап алыпсың ғой сабақтың уақытында, апай. Мен апаймын. Апай, аяулым келіп қалды ғой, кіргіземіз ба сабаққа? Аяулым емес, ол менің қызым, ол күндегі маңғысып кетті. Апай, қызыңызға нөлевойда сабақ біткен болып тұр ғой да, апай. Менің қызым келді. Аяулым. Аяулым емес, Мадина. Мадина, кешіріңіз, Мадина. Аяулым ұқсайды екен түрі. Аяулым маған келеді. Апай, аяулым менің қызым сияқты ғой сіздің. Мадина. Ойбай, Мадина, менің қызым сияқты ғой. Маған келеді. Апай, сіздің Мадина қызыңызды столовойға, асханаға кешірерсіз, қазақ тілі сабағы екен ғой. Асханаға апарып тамақтандырып келейінші. Қойсайшы, апай оны істемешінші. Жоқ, достар, сіздермен бірге болған Айдар мен Аянат бізде күшті вайым болды. Бізге лайк басып, комментарий. Мадина да келіп қалды. Осымен блогты аяқтаймыз.